Достар, клиент қалай іздейміз? Мінекей сізге мысал ретінде көрсеткім келіп тұр. Мен реклама жібердім. Рекламадан осылай менің CRM жүйеме лидтар түсті. Бұл жасанды интеллект автоматизациясын жасауға тапсырыс қалдырған, қызыққан адамдар да. Мысалы, мен рекламаны қазір көрсетейін. Мен мысалға 2 реклама жібердім. Мінекей мынау и мынау. И әрқайсының құны өзгеше. Мысалы, мынау өте қымбатқа шығып тұр. 4,37 реал ол катарский. Мен 4,37-ні қазір көбейтем. 4,37 көбейту 150. 655. Бір лид, потенциальный клиент, ол 655 теңге тұрады, мысалы, қымбат. Екінші рекламаны алсаңыз 1,55 көбейту 150, да? Теңгемен 232 теңге. То есть біршама 3 есе ма, қанша? Арзан, өте арзан. То есть сіз осылай бірнеше реклама жібересіз да, ішінен аналитика қарайсыз. Қайсы арзан, және сол арзанды көбірек жібересіз рекламаға. Түсінікті ғой, да? Бірақ арзан не означает, что это жақсы, себебі кейде қымбат лид болуы мүмкін, бірақ ол сапалы лид болуы мүмкін, ол сізден сатып алатын лид болуы мүмкін. Сондықтан ситуацияға қарай сізге ойлану керек болады. Мысалы, сосын автоматтандырыңыз CRM-ді. Мысалы, мен мында CRM-де 117 адам жиналып тұр. Мен әрқайсымен сөйлеспеймін. Жасанды интеллект ботым сөйлеседі да, өзі автомат түрде банағы мен инструкция беріп қоямын ботқа. Осындай лид бүйтіп айтып отса, былай істе, мына стадияға ауыстыр, бет сөйт деп инструкция беремін, и ол именно заинтересованный лидтарды мында шығарып қояды да, телефон номерін қалдырған, сондай. Сосын там әртүрлі критерий бойынша әртүрлі басқа стадияға ауыстырып отырсаңыз болады. То есть бот ауыстырса болады. Плюс дополнительно бір сату маманы сізге керек, немесе өзіңіз отырасыз, олармен қосымша ботқа көмектесіп, мысалы, базовый сұрақтарды бот өзі жауап бере алады. Ал уже добивание, дожим, оны өзіңіз істесеңіз тиімдірек болады. Вот солай, достар, как бы көріп отқаныңыздай, мінекей клиенттер бар, потенциальный. То есть осыларды дұрыстап дожимать етіп, обработка істесеңіз, сіз өзіңіздің жасанды интеллект услугыңызды сата аласыз, сөйтіп ақша таба аласыз. То есть мүмкіндіктер қолыңызда тұр. Просто істемейді да адамдар, клиент жоқ деп отырады. Клиент бар мінекей, достар. Так что жұмыс жасаңыздар. Егер осы жасанды интеллект арқылы ақша табамын десеңіз, 0-ден бастап үйренемін десеңіз, менің жабық қауымдастығыма қосылыңыз. Сол жерде барлығын үйретемін 0-ден бастап. Қауымдастық туралы толық ақпаратты алу үшін маған Инстаграмға директке топ деп жазып жіберіңіз.